Мынау бекіренің бес кеспес дейтін бар. Баяғыда бір балықшының қызы қойшының жігітіне тиіп, қойдың құйқалы етін жеп, бекіренің бес кеспесін жемеген сорлы басым құйқаның қойдың құйқалы етін жеп қор болдым ау деп айтты дейді. Мынау сол бекіренің бес кеспесі. Солай болады ғой, да? Иә. Жаман айттың ғой. Тұзға піседі ол. Ол қазір тұзға пісіп жатыр. Енді пісейін деп жатыр. Пиво ішкісі келіп, шөлдеп отқан адам болса, хабарласуға болады, бірақ телефонымызды бермейміз енді. Қалай хабарласу? Ойлайсың ба? Мұны бірінші класс. Шеменейден күйеуімін деп қайта бақ, кім екенді айтып қойсаңшы? Іздеп бар. Мұны розыска жасасам. Бекірен бес кеспесін жегісі келгендер. бұл балықтан әуелде дәм татқан адамдар болса, ол бізді сразу тауып алады. Мұны балық дейтін тұзды керегінше алады. Керек емесін не істейді? Мастер. Айтып қойыңызшы шен. Кереген алады енді болды, сосын қалғаны қалады. Нормально, күнде. Я тоже приму участие. Шөлдеп отқан ағайындар болса, хабарласуға болады. Мінеки, әдемі тұз алып жатыр. Мынаны Жеген дарманда, жемеген дарманда. иә, солай болады. Пивені ішкен дарманда, ішпеген дарманда болып қалып тұр. Қуатын өмді дейді ғой. Мінеки. Жуделін сан. Ал енді мырзалар мен қанымдар. Тағы біреу бар ма? Енді май құйрыққа келеміз. Ертең асам бірдеңе демемесең. Сосын оны қуыруға керек та, қуыруға күшті әдемі болады, тәрелкеге қойғанда. Біздің бүгінгі ысмақ передачамыз осымен аяқталды. Көріскенше сау болыңдар.